Сәлеметсіздер ма, балалар? Бүгін біз сабақты психологиялық ақаудан бастайық. Қажет құндылықтарды бойларына дарытыңдар. Кезекпен шығып, балалар өздеріне керекті құндылықтарды бойларына дарытамыз, деп кезекпен шығамыз. Islam ya, bersama berapa? Nasrab, karangan. İnsanı öcük bildiği ölçüne cevap Hayır, adam көп. Hayır, adam көп dedi. 2 milyar canım. Kızınızdan kalan? Hayır. Ya, söyle. Kelesi sırası o geldi alalım. Meram. Yediniz. Meram. Nasirette adamның аты жазылған сұрақ артында сұрақ бар. Осы үйірмесін осы сұрақтар арқылы жауап береміз. Азайып ерекше тапшылығы сезініп отырған шығыс Азия еді. Жапония. Дұрыс. Аяғының сұрағы көші-қон саясатын өзің оқы. Көші-қон саясаты белсенді жүргізіп, қандасты тарихи отанына шақырып отырған мемлекет. Мен бұны Қазақстан деп ойлаймын. Бала, біз қай елден қандастарымыз шақырып жатырмыз? Өзбекстан. Тағы? Қырғызстанда Ресейде де бар, Түркменстан. Бала, бүгінгі сабағының тақырыбы, кітабында жазып қойдым. Демографиялық саясат, ал біздің мақсатымыз бала. Демографиялық саясат ұғымын түсіндік. Дүниежүзі елдеріндегі демографиялық жағдайды талдап, одан жекелеген елдерге арналған демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсыну екен бала. Біз осы мақсатқа қарай бүгін жұмыс жасаймыз. Қай елдерде сол туралы жазып, саясаттың негізгі мақсатын бағытын. Екінші топ туу көрсеткіші жоғары елдердің демографиялық саясатын, оның мақсатын, қолданылатын елдерін және қандай Бізде бұл баланс деңгейі, балан туу көрсеткіштігі төмендету, артықшылығы шығындарды азайтуы, елдер Үндістан, кемшіліктері кімдер саны көбеюі, жастар азаюы. Саясаттың мақсаты адам жұмыссыздық азаюы. Және біздің демографиялық саясатымыздың ұсынатынымыз отбасы жоспарлаудың ұлттық бағдарламасын қабылданған, және де отбасындағы бала санын шектеу, кеш үйленуді насихаттау, көп балалы отбасыларға берілетін жәрдем ақысын қысқарту. Жарайсың, отырыңыз. Бір бала, бір отбасы, бір бала, келесі топ орындаймыз. Туу көрсеткішін жоғарылату саясаты болған, тапсырмалар.
Саясаттың мақсаты деп бастай беріңіз. Саясаттың мақсаты туу деңгейі арттыру, халықтың қартаюын азайту, жұмыс күшін сақтау. Кемшіліктері мемлекетке шығын, ресурстары көбейеді, жастардың шетелге көшуі. Демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсыну. 18 жасқа үйлену, бала тууына қаржылай көмек және де декретке шығару. Бұл жақта қолданып жатқан шаралар балалы отбасыларға жәрдемақы және балабақшаларға қамтамасыз ету. Артықшылықтары отбасылық саясат дамыған, әлеуметтік көмек бар. Нәтижесі халық саны бір қалыпты өсуде және де жұмыс күші сақталуда. Бұның барлығы бізде Жапония, Германия, Италия елдеріне сай. Тыңдап кемшіліктері дейді. Мемлекеттік шығын дейді. Дұрыс, осыны бізге насихаттау үшін мемлекеттен шығын кетеді. Ресурстар көбейеді. Кемшілігі ма? Ресурстың көбеюі. Сонда жастардың шетелге көшуі дейді. Егер адам жетпей жатса, сонда бұл қалай адамдар шетке көшіп кетеді? Егер адам жетіспей жатса, осыны түсінбеймін. Жастардың шетелге көшуі дейді. Олар өздерімен жүрген, өздерінің болашақтарын ойлаған, сол үшін шетелге жұмысқа тұруға шыққан. Керісінше бұлар адам жұмысшы күші өте аз мемлекеттер. Бұлар керісінше өздеріне шақырып жатыр жұмысқа. Мен айтып едім ғой, мысалы клубника теруге Англияға барады, қазір қазақтар Германияға барады. Осы керісінше бұлар шақырады. Мемлекеттен шығын кетеді деген адам көбейіп кетсе, осы саясат орын алса, адам көбейсе, шығын дегендері дұрыс. Ары қарай мен келіспеймін. Кімдер екен атап шығады? Қарттар, көпбалалылар, студенттер, ішкі және сыртқы мигранттар, демографиялық саясаттың ел дамуына әсері. Ол сұрақ, негізгі аспектісі осы 4 бағытта қарастырылады екен. Енді бізде зейнеткерлерге қандай жағдай жасалған екен? Қазақстанда жасы келген 60-тан асқан адамдарға, қарттарға зейнетақы беріледі және тегін өтеледі. Көпбалаларға қаржылай көмек беріледі. Мектепте тамақ қамтылады және де 7-8 балаға алтын, күміс алқа беріледі. Студенттерге грант бөлінеді, жатақхана беріледі. Шетелге оқуға түсуге мүмкіндігі бар. Ішкі және сыртқы мигранттар халықтың қатынасының реттейді. Қоныстануын реттейді. Мысалы, оңтүстіктен солтүстікке қоныстандырады. Демографиялық саясаттың ел дамуына әсері. Халықтың көбеюі, ана мен балаға тегін емделу, әр балаға қаржылай көмек. Енді балалар, біздің Қазақстан демографиялық қай жерінде адам тығыз орналасқан екен, картадан көрсете қойшы. Қай жерінде? Оңтүстігінде балалар. Жамбыл облысы, тағы Шымкент жоқ, Шымкент жоқ. Енді баға қараңдар, бізде қазір серпін деген бағдарлама бар. Қазақстанның оңтүстігіндегі студенттерді өздеріне шақырады балалар. Ол да біздің Қазақстанның саясаты. Бірінші топқа қанша бал қоясыңдар? 3-ке дейін. 3 бал, екінші топқа? 2 бал, өздерге қойып отырыңдар. Біз қанша қоямыз үшінші топқа? Бірінші, екінші топқа? Бірінші топқа 3. Жоқ, үшінші топқа. Үшінші. Бір өзің ғой? Келесі тапсырма балалар. Келесі тапсырмаңыз балалар. Жұптық тапсырма мен сіздерге 2 сауал фигурасы арқылы бергім келіп отыр. Мен бұған марафон деп ат қойдым өзім. Старттан бастаймыз да, финишпен аяқтаймыз. Бүгінгі тақырыптар бойынша демографиялық саясатқа қатысты ұғымдарыңыз дұрыс сәйкестендіресіздер, саясаттың түрлерін анықтайсыздар және себептері мен салдарын осы сұрақтар арқылы көрсетесіздер балалар. Жұптығымыз жабылғаннан кейін егер дұрыс болыңыздар финишпен аяқталады. Енді балалар, бірақ мынау 2 сауал деген фигура туралы айтқым келіп отыр. Мына фигураны қайда көрдіңдер? Неге ұқсайды? Араның ұяшығына тағы? Тағы? Қазіргі үйлердің алды да осындай ғой не болады? Қазіргі геометриялық фигура өте ең берік фигура болып саналады.
ең берік фигура, одан алты бұрыштан тұрады, төрт бұрышқа қарағанда да бұл мықтырақ болғандықтан қазір үйлерді де осы формада салып жатыр екен. Бұл жүзді қасына орындаймыз 3 балмен. Демографиялық саясаты қай бағытта ұстанады? Демографиялық проблеманы шешудің тиімді жолы аймақ дегенде Азия, егер мемлекет дегенде Үндістан, Қытай десеңдер, өзіміздің қатемізді тексереміз, өтіріктен бағаны қоймаймыз. Егер қате келсе, 1 балл, 2 балл, ал қол орындасақ, финишқа жетсек, онда 3 балдан қойып шығамыз балды. Жеке жұмыс орындаймыз, бір сурет, бір ой әдісі арқылы демографиялық саясат тақырыбы бойынша ЖИ көмегімен мазмұнды әрі тақырыпқа сәйкес сурет құрастырасыздар. Бірінші топ балар, халық санының өсуі, туу көрсеткіші жоғары елдердің демографиялық саясатын сурет арқылы көрсетесіңдер. Екінші топ, халық санының азаюы, туу деңгейі төмен елдердің мәселесін көрсетесіңдер. Бір сурет арқылы. Үшінші топ, көші-қон саясаты, ішкі және сыртқы көші-қонды бейнелесіңдер, дәл солай сурет арқылы. Түсінікті ғой тапсырма, иә? Жазбада сендер тоқта керек па? Мамандар, мысалы, мына жерде қараңдар, дәрігерлер келіп тұр, бір жерден дәрігері жоқ, маман саны аз жерлерге көші-қон саясатын ұстанады екен, балалар. Екінші топ Нұрсұлтан суреті былай шығыпты, халық санының азаюы. Егер дейді, бір елде халық саны азайса не болады екен? Қарттар көбейеді, жұмыс күші азаяды, тағы балалардың саны азаяды, балалар. Келесі балалар. Бірінші қатарда аяудың суретін алдым. Халық санының өсуі. Халық санының өсуі не істейді екен? Қандай саясат ұстанып екен олар? Бала саны азайту керек болса, олар тегін баспана бере ме сонда? Болмайды. Керісінше бұлар ағарту жұмыстарын жүргізеді, отбасын жоспарлауды жүргізеді, әлеуметтік жәрдемақыны азайтады. Бірақ кейіннен балалар азайтып бірнеше жылдардан кейін табиғи ресурстың тапшылығына алып келіп, бірақ жұмыссыздыққа да алып келуі мүмкін, бұл жерде риск бар, өте үлкен, бірақ ойнадың бүгінгі сабақты сендерге бекіткім келіп отыр. 3 топ бірімізбен жарыссақ болады. Қай жерде сұрақ бар деп ойлайсыңдар? Қолдарыңызды көтереміз балалар. Қай жерде сұрақ бар деп Дамушы елдердің демографиялық саясатын дамыған елдерде қандай? Мысалы, дамыған елдер Жапония, Германия. Оларда туу деңгейі төмен, және де халық тез қатаяды, қарттар көп, және де сондықтан мемлекет тууды көбейтуге тырысады. Ал екінші дамушы бізде ол Үндістан мен Қытай. Екеуінің айырмашылығы олар керісінше адам санын азайтумен саясатты орнатады екен, және де олардың халық саны тез өседі. Келесі болады. Камила. Демографиялық саясат қандай бағытта жүргізілуде? Бізде адамды көбейту саясаты, яғни демографиялық дағдарыс. Біз Қазақстанда демографиялық саясатты адам көбейту үшін көптеген шаралар қолданамыз. Жарайсың.
көші-қон саясатында қабылданды. Тағы қай жерде сұрақтар бар? Қаттырақ оқы. Қатаю үдерісі экономикаға қалай әсер етеді? Мысалға, қатаю үдерісі бұл экономика Егер бір мемлекетте кадрлер саны көп болса, жұмыс істейтін адамдар азаяды, күш қуаты азаяды, жастар азаяды. өтеді. Экономика Және де жаңағы әскер саны азаяды. әскерлердің саны өтеді. Жарайсың. Тағы қайта және лампа. Ондай болса бүгінгі сабаққа балалар. Түсінгендерің, сұрағым бар, түсінбедім десеңдер, кері байланысты береді. Балалар, бүгінгі сабақта түсінгендерің бойынша мына ұяшықтарды басу арқылы кері байланыс беріңіздер. Кезекпен шығамыз жаңағы. Жарайды. Балалар, үйге тапсырма. Бүгінгі тақырыпты оқып, бір жобаға дайындалып келеміз. Түсінікті ме? Сау болыңдар. Сендерге рахмет.